Сайлау дегізген, елге уәдені жегізген, лапшаны құлаққа ілгізген, саяси науқанға нанбайтындар лайк басып, арнаға жазыл, мал монологын бастайды. Құдды 19 наурыздан соң жаңа Қазақстан орнайтындай уәдесіне үйіп төккен бөскіштердің бөспесі бесіктегі бөпеге айтатын ертегі ғой. Базар жоқ, елді аралағандарынды жан-жаққа жар салып жатырсыңдар. Барғыш болсандар дәл қазір суға батып жатқан батысқа неге ат ізін салмайсыңдар. Адам түгілі аты суға батып жатқан Ақтөбе Қобдадағы жағдайға жанашыр кандидат я партия табылмады ма? Әдетте әдемі сөз айтуға әйдіктер бұл жағдайға келгенде ауыздарына құм құйылды. Жылы үйде бала шағаларыңызбен бірге ыстық шайды ішіп, тыныш өмір сүргіміз келеді. Депутат сымақ емес, шын жанашыр болсан аяққа керзі етік киіп, тізеңнен су кешіп, тасқынға тосқын таппай тұқырған тұрғынға жұбату бол. Жылда осы жағдайға жол беретін шіріген жүйенің шегірткелерін шетінен қыруға тырысамын деп, сол жерде уәдеңді бер. Неменеге соны жасамасқа? Соған әрекет жасамасқа? Бұл батыстағы былық. Қуырдақтың көкесін арқада қардың көбесі сөгілгенде көреміз. Алдыңғы жылдары жолы түгілі үйін шайғанда ендігәрі апаттың алдын аламыз деп қыртқандар, енді қай қырқыншы өтірігін айтар екен. Неге ондай сұрақ бересің? Неге? Апаттың алдын алғыш болсаңдар, екі бассыз неге еңірет? Жылусыз жаураған жұрттың көз жасы кімнің мойнында? Қантарда бір мұрттыны құрбан еткендей, мұнда да бір адамға кінәні жабу арқылы жауапкершіліктен сытылмақсыңдар ма? Не тайбап? Кесен о жерге! Басыңды жамтастайын, басыңды! Қарапайым адамның қолын алуға жарамайтын мынадай аманаттың наданынан не қайыр, не үміт. Қолымды алуға арсынып тұр. Дәрежесіне өйткеніме сай келмейді. Бля, қызықсың, мәдишка. Бүгін қол алуға жарамаған партияның жандай шаптары ертең елдің айтқанына құлақ түрет дегенге кім сенеді? Әйтеуір есегі өткелден өткенше жасанды жымиыспен өтірігін шындай айтса болғаны. Жұмыс табамыз. Жұмыс көп, непочатый край. Зауыт, мектеп, аурухана, кәсіпорындарды ғана аралауға дәніккен кандидаттары ертегі Қазақстанның көзілдірігін шешіп, шынайы Қазақстанның күйінген келбетіне тайсалмай қарайтын кез жетті ғой. Еде, малдың айтары алда. Арнаға жазыл, чаттарға тарат.